Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 46-шы сабақты талқылаймыз. Сабақтың тақырыбы уақытыңды бағала. Түбір мен қосымша. 33-ші жаттығу мәтінді тыңда. 1 минут. Отбасында бәрі де өз уақытында жүріп тұрғанды жақсы көретін. Тек Талғат қана үнемі кешігіп жүретін. Талғат, кел, тамағыңды іш, деп шақыратын шешесі. Қазір 1 минуттан кейін барамын деп Талғат кітабын оқи беретін. Бұл оның әдеттегі жауабы еді. Ылғи осылай дейтін. Бір күні мектепте шаңғы жарысы өтті. Талғат шаңғыны жақсы тебетін, бірақ ол жеңімпаз болған жоқ. Оның жолдасы 1 минутқа озып келді. Талғат 2-ші орын алып үйге көңілсіз болып қайтты. Талғат біраз ойланып 1 минуттың адам өміріндегі маңызын енді ғана түсінгендей болды. Балалар, енді төмендегі тапсырмаларды бірге орындайық. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар үлгісі. Талғаттың қандай әдеті бар еді? Шешесі Талғатты не істеуге шақырды? Талғат неге жарыста жеңімпаз бола алмады? Ол нені түсінді? Мәтіндегі негізгі ой. Уақыттың әр минуты да қымбат екенін, оны босқа өткізбеу керек екенін үйретеді. Талғат 1 минуттың да рөлі бар екенін түсінді ме? Иә, Талғат түсінді. Оған себеп жарыста 1 минутқа ғана кешігіп жеңісті қолдан шығарып алуы болды. Мәтін мазмұнына өз ойың. Менің ойымша, әр минуттың да өз мәні бар. Егер адам уақытты дұрыс пайдаланбаса, үлкен мүмкіндіктерден жоғалтады. Уақытты бағалай білу керек. Мәтіндегі қарамен берілген сөздер жауабы. Түбірі жауап, қосымшасы «ы». Кітабы. Түбірі кітап, қосымшасы «ы». Қосымша жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Кітап, кітабы. Барақ, барағы. Әріп, әрібі. Қалық, қалқы. 34-ші жаттығу. Суреттегі сөздерді жұптастырып жаз. Жұптасқан сөздерді салыстырып, түбір сөздің жазылуын өзгерткен қосымшаны ата. Түбір сөздер ерік, көрік, орын. Түбір сөздің жазылуын өзгерткен қосымша «ә». Түбір сөзге үшінші жақ тәуелдік жалғауы жалғанғанда «с». Кейде түбірдің соңғы дыбысы түсіп не өзгеріп жазылады. Мысалы, ерік, еркі. Көрік, көркі. Орын, орны. 35-ші жаттығу. Мақалды қатесін түзеп жаз. Ел көркі мал, өзен көркі тал. Бұл жерде көркі сөзінің орнына біз көркі сөзін қойып, мақалдың қатесін дұрыстап жаздық. Осымен тапсырмалар аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі видеоларды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.